Мен Жеке Самат Омарович Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде 2017 жылдан бастап оқытушы қызметінде жұмыс жасаймын. Отбасымызда 4 адамбыз. Үлкенім Айару, кішкентайым Айсұлу, келіншегім Алия. Біз осы уақытқа дейін пәтер жалдап тұрдық. Мамыр айында кадрлар бөлімінен Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің бағдарламасымен өзінің қызметкерлеріне пәтер беру бағдарламасын естіп, құжаттарымызды тапсырдық. Сөйтіп, сентябрь айында Қазақстан ипотекалық компаниясына осы бір бөлмелі пәтерлерден ұсынылғандықтан соған тағы да тиесілі құжаттарды тапсырып, 1 декабрьде тұңғыш президент мейрамына орай осы бір бөлмелі пәтердің кілтін алдық, қала әкімінің қолынан табыстады. Осы бағдарламаға осы үй алу барысында бізге ондай құжатты тапсыруда ондай қатты көп қиындықтар болған жоқ. Себебі жұмыс тарапымыздан, жұмыс беруші тарапынан бізге тиесілі құжаттардың барлығын уақытылы беріп, және де Қазақстан ипотекалық компаниясына алғысын білдіріп, құжаттарымызды тез қабылдап, әрсін телефон арқылы хабардар болып, бізге осы бір бөлмелі үй алуға себепші болған. Барлығына алғыс білдіремін. Осындай бір бөлмелі үйлер біз сияқты жас мамандарға, жалпы пәтер алып жүрген адамдарға осындай үйдің, осындай бағдарламалардың болуына әлде көп үлесін қосса екен деген ниеттемін. Барлығына алғыс білдіремін. Рахмет. Біз бақыттымыз, біз қуаныштымыз.